Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ақтамберді Сарыұлының балаларыма өсиет өлеңі. Ақтамберді жырау, қолбасшы, қоғам қайраткері, атақты жырау, қысқа нақыл шешен сөздердің шебері, қазақтың көне жыраулық мектебінің белді өкілі, дипломат. Ол оңтүстік Қазақстан облысында 1675 жылы Қаратау баурайында дүниеге келіп, 1768 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Жирекадыр деген жерде күмбез қойылған. Ұлы жүздің ошақты руынан шыққан. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты композицияны тұтастан бөлшекке, бөлшектен тұтасқа қарай талдауды үйренесіздер. Шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырып, жаңашылдық көзқараспен баға бересіздер. Балаларыма өсиет өлеңін тыңдаңыздар. Балаларыма өсиет қылмаңыздар кепиет. Бірлігіңнен айырылма, бірлікте бір қасиет. Татулық болар береке, қылмасын жұрт келеке. Араз болсаң алтауыз, еліңе кірген әреке. Талпынып салдым егінді, ішінде бәркім тегінді. Ақылың болса ұғарсың, осы айтылған сөзімді. 90-ға жас келген соң, өлім жақын көрінді. Бар арманым айтайын, батырларша жорықта, өлмедім оқтан қайтейін. Ел аман болсын лайым, тілегім берді бәрінде, разымын құдайым. Ақтамберді. Балалар, сендер өсиет деген сөздің не екенін білесіңдер ме? Өсиет келелі кеңес, насихат түрінде келіп, көпшілікке бағытталады. Өсиет өлеңде адамгершілік мұраттар, ерлік, елдік мәселелерді тұжырымдалады. Бірінші тапсырма: берілген үзінділерден мағынасын ашып көріңдер. Ал екінші тапсырмада балалар, сіздерге өлең жолдарынан үзінді берілген. Сол үзінділердің мағынасын ашып, қай мақал мәтелге тура келетінін жазып көресіздер. Үшінші тапсырма: жыраудың қазақ әдебиетіндегі орны мен тарихи тұлғасы туралы қандай қорытынды жасауға болады? Жырау толғауындағы бірлік пен береке туралы пікірлерің қандай? Өзін-өзі бағалау немесе өзін-өзі тексеру. Бүгін мен не білдім, мен үшін не қызық болды, мен үшін не қиын болды деп кері байланыс жасайсыздар. Назарларыңызға рахмет.